Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауырлық центрі немесе ауырлық орталығы деп атауымызға болады. Қарастырылатын сұрақтар: параллель күштердің ауырлық орталығы туралы, біртекті денелердің ауырлық орталығын анықтау, қарапайым жазық геометриялық фигуралардың ауырлық орталығын анықтай білу, қарапайым көлемді геометриялық фигуралардың ауырлық орталығымен танысу. Жер бетіндегі барлық денелерге ауырлық күші әсер ететіндігін сіздер физика курсынан білесіңдер. Бұл ауырлық күші жер тартылысынан пайда болып, жерге бағытталған. Кез келген денені бірнеше кішкене бөлшектерден құралады деп қарастыруға болады. Ол бөлшектерге ауырлық күштері әсер етеді. Бұл күштер өзара параллель, вертикаль орналасып жерге бағытталған. Демек, жер бөлшектерінің ауырлық күштері параллель күштер жүйесін құрайды. Бұл күштердің тең әсерлі күші ауырлық күші деп аталады. Дененің барлық бөлігіне әсер ететін ауырлық күштерінің центрі дененің ауырлық орталығы деп аталады. Берілген параллель күштерге бір осі параллель болатындай x, y координаталары таңдалып, параллель күштердің центрінің координаталары x, y анықталады. Кеңістіктегі параллель күштерінің центрлерінің координаталары мына формулармен анықталады. Қатты дененің А, В нүктелеріне параллель бағыттар бірдей күштер түсірілген. Бұл күштердің тең әсерлі күші осы күштерді қосу арқылы анықталады. А нүктесіндегі тең әсерлі күші R1, В нүктесіндегі тең әсерлі күші R2. А, В дүзуімен тең әсерлі күштердің қиылысу нүктесі параллель күштердің орталығы болып табылады. Оны С әрпімен белгілейміз. Оның орны күштердің бағытына байланысты емес. Егер параллель күштер бірдей бұрышқа бұрылса, онда тең әсерлі күштер сондай бұрышқа бұрылады. Және бағыты берілген күштерге бағыттас болып, әсер ету сызығы А, В нүктелерін қосатын дүзуді осы күштерге кері пропорционал болатындай бөліктерге бөледі. Жер шарындағы барлық денелерге ауырлық күші әсер етеді. Бұл күштер жерге бағытталған дедік. Қарастырылған денелердің өлшемдері жер радиусымен салыстырғанда өте кіші болғандықтан, денеге түсірілген ауырлық күштер бір-біріне параллель деп қарастырылады. Денеге әсер ететін ауырлық күшінің тең әсерлі күшін G әрпімен белгілейміз. Оның шамасы бойынша күш дененің салмағына тең. Денені бұрғанда параллель күштердің бағыты мен орны өзгермейді. Демек, тең әсерлі күштің әсер ету сызығы өтетін параллель күштердің центрінің ауырлық орталығы деп аталады. Дененің ауырлық орталығының параллель күштердің орталығына тән қасиеті бар. Олардың координаталары мына формуламен анықталады. Жазық дененің ауырлық орталығының координаталары мына формуламен анықталады. Бұндағы F дегеніміз дененің ауданы. Келесі көлемді дененің ауырлық орталығының координаталары мына формуламен анықталады. Бұндағы O дегеніміз дененің көлемі. Сызықтық дененің ауырлық орталығының координаталары мына формуламен анықталады. Бұндағы L дегеніміз дененің ұзындығы болып табылады. Ауырлық күші дененің көлеміне таралған күш болып табылады. Ал оның центрі геометриялық нүкте. Симметриялық денелердің ауырлық орталығы әрқашан симметрия жазықтығында орналасады. Біртекті денелердің симметрия осьтері олардың ауырлық орталығының орнын анықтауға жеңілдетеді. Қарапайым геометриялық фигуралардың, тікбұрыштың, үшбұрыштың, трапецияның, жарт шеңбердің, үшбұрыштың ауырлық орталығының жағдайын қарастырайық. Тікбұрышты ауырлық орталығы параллелограммның тікбұрыштың және шаршы ауданының орталығы олардың диагоналдарының қосу нүктелерімен дәл келеді. Тікбұрышты үшбұрыштың ауырлық орталығы оның табаны менен биіктігінің 1/3 бөлігін қосатын дүзудің қиылысында орналасқан. Бұнда O дегеніміз табаны, H дегеніміз биіктігі болып табылады. Шеңбердің ауырлық орталығы оның симметрия осьтерінің қиылысында орналасқан. Жартылай шеңбердің ауырлық жағдайы оның радиусының бойында және табанынан Y қашықтықта орналасқан. Y-ны біз келесі мынандай формула бойынша анықтауға 4R бөлінген 3π. Онда R дегеніміз радиусы, π дегеніміз тұрақты шамы 3/14-ге тең.
Үшбұрыштың ауырлық орталығы оның медианаларынан қиылысуында орналасады. Дөңгелек сегментінің ауырлық орталығы оны мына формуламен анықтайды. Бұндағы альфа дегеніміз сегменттің центрлік бұрышы. Келесі дөңгелек сектордың ауданының ауырлық орталығы мына формула бойынша анықтайды. Бұндағы да альфа сектордың центрлік бұрышы, өлшем бірлігі радиан. Призманың ауырлық орталығы олардың табандарының центрін қосатын түзудің ортасында орналасқан. Цилиндрдің ауырлық орталығы олардың табандарының центрін қосатын түзудің ортасында орналасқан. Келесі шардың ауырлық орталығы оның геометриялық центрмен сәйкес келеді. Конустың ауырлық орталығы табаны менен биіктігін қосатын, табанның биіктігімен қосатын түзудің табанынан биіктігіне қарай 4-тен 1 қашықтықта орналасқан. Пирамиданың ауырлық орталығы, пирамида берілген, пирамиданың ауырлық орталығы оның табанының ауданының ауырлық центрін қарама-қарсы жатқан биіктігіне қосатын түзудің бойындағы табанынан биіктікке қарай 4-тен 1 қашықтықта орналасқан. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма: жазық қималардың ауырлық орталығын анықтау формулаларын жазып келу, қарапайым геометриялық фигуралардың, шеңбердің, тікбұрышты төртбұрыштың, тікбұрышты үшбұрыштың, жартылай шеңбердің ауырлық орталығын анықтау формулаларын жазу. Сау болыңыздар.